Әсел маған 2 ұл сыйлады. Назарбаев алғаш рет екінші отбасы бар екенін мойындады. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев алғаш рет екінші отбасының және 2 ұлының бар екенін мойындады. Бақтағы ақпаратқа сүйенсек, Нұрсұлтан Назарбаев менің өмірім атты естеліктер кітабын жазып шыққан. Фолиант баспасында басылған кітапта тұңғыш президент өмірінің саяси және жеке қырлары туралы сөз қозғаған. Кітап сатылымға шықпаған, алғашқы нұсқалары тек саясаткерлер, сарапшылар мен журналистердің қолына тиген көрінеді. Кітапқа алғашқылардың бірі болып қол жеткізген саясаттанушының айтуынша, кітапта 2011 жылғы Жаңаөзендегі оқиғаларға, 2019 жылғы билік транзиті, қанды қаңтарға арналған жеке тараулар бар. Сонымен қатар, Назарбаев алғаш рет екінші отбасы бар екені, әйелі Әсел Исабаева мен 2 ұлы туралы жазған. Бір күні Талдықорғанға барудың сәті түсті. Мемлекет басшысының өңірлерге жасаған жұмыс сапарлары кезінде оны ұшақ баспалдағынан гүл шоқтарымен қарсы алады. Мұндай рәсімге қатысу үшін ең сұлу жергілікті қыздар іріктелетіні белгілі. Біз бұрыннан үйреніп қалған әдемі рәсім. Бірақ бұл жолғы оқиға ерекше әсер қалдырды. Әуежайда маған гүл сыйлаған қыз таңғаларлық сұлу еді. Ұзақ уақыт есімде болды. Содан кейін жалындаған келбеті мен талғампаз, кесілген кескіні бар әдемі сұлуды жиі есіме алдым. Біраз уақыт өтті. Талдықорған әуежайында мені қарсы алған сол сұлу қыздың бейнесі есіме қайта-қайта оралды. Бір күні оны табудың себебі кенеттен пайда болды. Баспасөзді ақтарып отырып, бір газеттің суреті мені күйдіріп жібергендей болды. Астанада Қазақстан аруы сұлулық байқауы өтті. Сол қыз, аты Әсел екен, гран-при алды. Енді оны табу қиын болмады. Таныстығымыз өзара жанашырлық жақындасуға ұласты. Бірте-бірте кездесе бастадық. Әселдің келбетінен де, ой-пікірінен де мен іздеген көптеген қасиеттерді байқадым. Ең бастысы, мен жылдар бойы жалғасып келе жатқан психикалық жалғыздықтан құтылдым. Әңгімені созбайын. Мұсылмандық салт бойынша үйлендік. Әсел маған 2 бала, 2 ұл сыйлады. 2005 жылы Тауман, 2008 жылы Бәйкен дүниеге келді. Жастайымнан тірегім болған, ең қиын сынақ сағаттарында қасымда болған. 3 қызымның анасы Сараға өмір бойы ризашылықпен, қамқорлықпен қарадым. Тағдырымның сол бір бетбұрыс сәтінде де оның мені түсініп, кешіргені мені жұбатты. Тауман туғаннан кейін Алматыға келіп, одан кешірім сұрап, барлығын баяндап бердім. Қадірлі әулеттің өкілі тағы да тектілік танытты. Сәби, періште. Бала бақытты болсын деді Сара, қыздарым да мені дұрыс түсінді. Сондықтан бүгінде шежірем былай жалғасады. Қарасай, Көшек, Айдар, Мырзатай, Кеңбаба, Еділ, Сапақбай, Назарбай, Әбіш, Нұрсұлтан, Тауман, Бәйкен және әрі қарай. Міне достар, мен бар шындықты айттым. Бұған не айтсаңыз да, сіздің шаруаңыз. Бұл өмір. Бір ақиқат бар. Жүрекке әмір жүрмейді делінген кітап үзіндісінде.